Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, үлпілдеп жұмсақ болып пісетін ватрушканы рецептімен бөлісемін. Құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап майымыз ерігенше араластырып аламыз. Сары майымызды ертіп алды. Енді үстіне қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, бір қасы ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды аз-аздан сала отыра, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Өте жұмсақ қылып, қолға жабыспайтындай қылып илеп алдық. Үстіне кішкене сұйық май құйып жібереміз. Себебі қамырмен жұмыс жасау оңай болады. Кішкене қолымыздың көмегімен тағы да илеп жібереміз. Енді қамырымыз көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Енді арасына салатын салмасын дайындаймыз. Яғни бізге сүзбе қажет, творог және де кішкене қант қажет, бір жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды жарып, сүзбеміздің үстіне саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салмасын дайындап болды. Енді қамырымызды ашып қапты. Қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қолымызды кішкене майлап аламыз. Себебі біз ұнға жет емес, осы майдың көмегімен жақсылап қамырмен жұмыс жасаймыз. Таразға өлшеп 40 граммнан бірдей қылып қамырларымызды бөліп аламыз. Егер сіздерде тараз болмаса, көз мөлшерімен жасауға болады. Мінекей 40 граммдап шамалап алдым. Қамырларымызды осылай домалақ пішінге келтіріп алдық. Енді табамызға салып, бетін 15 минуттай жауып қоямыз. Себебі кішкене көтерілуі қажет. Сосын ортасын домалақ пішінге келтіріп, салмасын салатын боламыз. Осылай салып, бетін жауып қоямыз. 20 минут өткен соң қамырымыздың бетін ашып, осындай стаканның түбін қолданамыз. Ортасын басамыз қамырымыздың. Видеода көріп тұрғандарыңызда дәл осылай домалақ ыдыстың астын қолданамыз. Ортасын осылай қаттырақ басыңыздар. Кішкене араластырамыз. Қолымызды кішкене жайып жібереміз. Себебі қатты көтеріліп кеткен қамырымыз. Қолымыздың көмегімен осылай жайып аламыз. Ортасына салмамызды салып шығамыз. Ал енді шеттерін осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Етіне жұмыртқамыздың сарысын жағып болдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз.
Ватрушкаларымыз дайын болып шықты. Өте